Ал сендер асық жайлы не білесіңдер? Ештеңе білмейсіңдер ма? Ендеше мен бірінші сендерге асық ойын ойнамас бұрын асық жайлы айтып берейін, Асық ол қазақ малды көп асырағандықтан малдың асықты жерлерін тазалап, кептіріп, үлкен балаларына, немерелеріне сақтап қойған екен. Асықты үлкендер де, кішкентайлар да ойнайды екен. Және балалар асық туралы бізде көп аңыз әңгімелер де бар екен. Мысалы, дүниеге ұл бала келгенде бөрінің асығын бесігінің басына іліп қойған екен. Не себепті деп ойлайсыңдар? Себебі ол бала ер жеткенде батыр, өжет бала болып өссін деп. Ал қыз бала дүниеге келгенде бесігінің басына еліктің асығын іліп қойған екен. Себебі қыз бой жеткенде сұлу, еліктей көркем мінезді, инабатты, ибалы қыз болсын деп. Міне балалар, асық жайлы осындай аңыз әңгімелер көп екен. Ал сендер мен тағы осы асықтар жайлы сұрақтар қойсам жауап бере аласыңдар ма? Кәнекей, мен сені қояйын. Бізде қандай ұлттық тағамдар бар? Кім біледі ұлттық тағамдарды? Ұлттық тағамдар. Айта ой, Ибрахим. Ет. Және тағы да? Қуырда. Тағы да? Бауырсақ деген. Жен, қазы қарта, өте тамаша. Ал енді ұлттық билер туралы білесіңдер ма сендер? Айта ой, Ақназар. Қара жорға, айгөйлек, өте тамаша. Ал кім ұлттық аспаптар туралы біледі? Мирас, айта ой. Қобыз. Жетіген, сырнай, өте тамаша. Ал кім төрт түлік мал туралы біледі? Сиыр, қой, ешкі, жылқы, түйе, аяғымызды. Ал енді кім ұлттық ойындар туралы біледі? Айта ғой, Ибрахим. Қанталапай, күрес, алтынбақан, теңгелу. Өте тамаша, өте жақсы. Ал кім ұлттық киімдер туралы біледі? Айта ғой, Амирхан. Шапан, камзол. Қыздар не киеді? Көйлек, сәукелек, өте тамаша. Жақсы балалар, біз ұлттық киімдер, ұлттық ойындар, ұлттық тағамдар туралы, билер туралы біледі екенбіз. Ал енді асықтың ергенде жатысы туралы білесіңдер ма? Кім біледі кәнекей? Айта ғой, Алдар. Бүге, алшы, шіге, омпы, жоңқай. Өте тамаша балалар, асық туралы біз біледі екенбіз. Өте тамаша. Ендеше мына менің қолымдағы қандай асық деп ойлайсыңдар? Қандай асық бұл? Үлкен асық. Бұл асық ірі малдың асықты жіндігінен алынған асық екен. Бұны біз сақа ретінде қолданады екенбіз. Сақаны және де қой малынан алынған асықты сақа жасау үшін не істейді екенбіз? Ортасына ауыр болып тұрсын, қорғасын, немесе тас байлап тігілген асықтарды не істейді екенбіз? Атады екенбіз. Өте тамаша. Ал енді сол сияқты менің сөмкемде, қарандаш дорбамда көп біраз асық бар. Ол асықтың ішінде тағы да асық бар. Сендер қандай ойын деп ойлайсыңдар? Біз ойнайын деп отырған ойын. Қандай ойын? Асық ойыны. Асық ойынның ішіндегі қандай ойын? Қанталапай ойыны. Балалар, қанталапай ойынын ойнамас бұрын біз бірінші ойын шартымен түсініп алайық. Менің қолымда дорба. Бұл дорбаның ішінде біраз асық бар. Және осы асықтардың ішінде бір ерекше асық бар. Ол қан асығы деп аталады. Қан асығы кім қолына түссе, сол бала ойынды бірінші бастайтын болады. Ендеше мен қазір осы дорбадағы асықты шашамын ортаға. Сендер осыны жинауға кірісіңдер.
Ülkenin yutunun bir şalkanda alamanda tozdurmay ketelerim. Men Қазақпын бойымдағы қан қазақ, мен Қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ, бір қазақтың бақыты.